22 сабақ. Менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Сен ауыл шаруашылығының салалары туралы білесің. Өз өлкеңнің ауыл шаруашылығын сипаттауды үйренесің. Адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайды? Себебін түсіндір. Біздің дастарханымызға нан және басқа да тағамдар қайдан келеді? Оны қайдан алады? Мәтін. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда еңбек еткен. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар көкөністер өсіріп, бірлесіп мал баққан. Жер телімдері мен техника құралдары ұжымшарға немесе кеңшарға қарасты болған. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілетін. Қазір ауылда жеке қожалықтар, фермалар пайда болды. Ферма иесі фермер. Оның қарамағында жер телімі, техникасы, малдары бар. Қандай мал шаруашылығымен немесе дақыл өсірумен айналысатынын фермердің өзі шешеді. Ол жиналған өнімнің көп бөлігін сатады да, қалған бөлігін өзіне қалдырады. Бұл фермердің шаруашылығын өркендетуге бағытталған жоспарлы ісінің бірі. Сурет астындағы жазу, фермерлік шаруашылық. Парталасымен мына сұрақтарды талқыла. Фермер қандай шаруашылықпен айналысады? Фермер болу үшін оның бойында қандай қабілеттер болу керек? Шаруашылықты жүргізу үшін фермер қандай техникаларды пайдаланады? Мысалы, сен көкөніс өсіретін фермерсің. Картоп, қант қызылшасы, сәбізден мол өнім алсаң, оны сақтау үшін не істейсің? Тапсырма. Сызбаға қара. Ауыл шаруашылығы қандай салаларға бөлінетінін айт. Әр саланың мамандары немен айналысатынын анықта. Сызба ауыл шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығы суреттер бидай, күнбағыс, жем-шидектер. Мал шаруашылығы суреттер жылқы, сиыр, тауық, балық. Өткен өмірімізді білеміз талқылау. Өздерің тұратын аймақтың табиғат жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы? Оны білу үшін мына мәселелерді анықтаңдар. Жер жағдайының ерекшелігі. Ауа райының қолайлылығы. Су көздерінің алыс жақындығы. Ойыңды қорытындыла. Сен тұратын жерде ауыл шаруашылығының қай саласы жақсы дамыған? Неліктен? Ауыл шаруашылығында мол өнім алуға климат жағдайы әсер ете ала ма? Тапсырмалар. Сұрақтар бойынша постер құрастыр. Өлкелерінде қандай мәдени дақылдар өсіріледі? Төрт түліктің қандай түрлері бар? Өсімдік шаруашылығы бірнеше салаға бөлінетінін білесің. Қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, оның біреуіне сипаттама бер.